Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін 8 тамыз 2021 жыл біз Астана қаласындағы жүрілген сатылымдағы машина базарына келген болатынбыз. Ендеше барынша лайк басып, қолдауларыңызды көрсетіп, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Ал біз шығарылымды бастаймыз. Бірінші машина Шкода Yeti, қоңыр түсті екен, титанда дисктерде. Жалпы көлік 2013 жылғы, қозғалысшының көлемі 1.8 бензинмен жүреді, 169 мың километр жүрген. Автоматта толық жетекті, жалпы үстінде релингтары бар көліктің, арқасындай. Көліктің ішіне назар аударайық. Полностью электронды түрде терезелері ашылып жабылады. Матадан жасалған іші. Жалпы автоматта, міне арқасын көрсек болады. 5 орындық. Орында жылытатындар бар. Астында, яғни алдыңғы артында екеуі, жылытқыштары бар ма? Алдыңғы екеуі, алдыңғы екеуінің жылытқыштары бар екен. Жалпы саудасы бар көлікте? Саудасы бар. Номеріңізді айтып жіберсеңіз? 778 606 55 68 атыңыз? Нұролла хабарласып, осы көлік туралы толық ақпаратты біле аласыздар. Жалпы арқасын көрсете кетейін. Жалпы ішер соғылмаған, боялмаған. Сондай ма? Никакой аварияға түспеген. Жалпы жағдайы жақсы екен көліктің. Хабарласып, бұл көлік туралы көбірек мәліметті ала аласыздар. Мынандай Toyota Camry 40, жалпы ақ түсті екен, американка, яғни аулаларынан көрсек болады шетіндегі. Жалпы 2009 жылғы 40 варианты бар екен, адмен бар екен, номерін көріп тұрсыздар, 701 380 61 10, 5 миллион 800 мыңға. Іші қапталған, іші велюрден жасалған, жалпы көліктің 5 миллион 800 мыңға. Титанда дисктері. BMW титанда дисктер орнатылған. Жалпы қара түсті екен. Көліктің іші матадан жасалған. Жалпы жаман жағдайда деп айта алмаймын. BMW 320 2006 жылғы торг бар екен. 4 миллион бағасы. Қозғалысшының көлемі 2-0, 217 мың километр жүрген екен. Артқы жетекті BMW. Бағасы номері 701 340 0599 автомат. Парктроник бар, мультируль, датчик света, ксенон фара, кондиционер, сигнализация бар. Қара түсті. Келесі көлік бізде Lada Granta, ақ түсті. Жалпы көлік 2014 жылғы, ежевская сборка деп жазып қойыпты. Бензин, газ. Бағасы 2,5 миллион. Саудасы бар ғой? Саудасы бар. Жалпы номері 771 836 71 99 номеріне хабарласып білсеңіздер болады. Қандай вложение керек машина бойынша? По мелочам. Мотор барлығы жақсы жағдайда. Жақсы жағдайда. Казахстанский учет девятка, яғни бірінші көлікке күшті машиналардың бірі. Кішкене шіріктері бар екен. Жалпы көлік 2000 жылғы, үстінде мынадай жүк артқышы бар, артқы тонировка жасалған. Жалпы қозғалысшының көлемі 1.5 көліктің. Бағасы 500 мың теңге деп тұр екен. Яғни саудасы бола ма? Саудасы бар ғой? Олар жері 500 мың. Номеріңізді айтып жіберсеңіз? 707 858 858 75 48 75 48 атыңыз? Қанат болады. Қанатқа хабарласып, осы көлік қызық болса хабарласып көрсеңіздер болады. Рахмет саған. Тағы да Hyundai
Лавита деген көлік 2002 жылғы қозғалтқышының көлемі 1,6, 293 мың километр жүрген екен. Міне Лавита деген көлік. Жалпы арқасында жүк салғышы өте үлкен екен. Жалпы көлікке 2 миллион 700 мың теңге сұрап тұр екен. Окончательный бағамы? Окончательный емес, саудасы бар. Көлік Қазақстандық учетта. Телефон номеріңізді айтып жіберсеңіз? 8700 700 555 555 28 96 96 атыңыз? Ұлданы. Ұлданаға хабарласып, осы көлік туралы қызықтырса білсеңіздер болады. Мынандай Audi 80 бар екен. Жай дисклер, бетіне қалпақ кигізілген. 88 жылғы. Көліктің қозғалтқышының көлемі 1,8. Яғни көрінеді. Қожайын айту бойынша ешқандай вложение керек емес. Көлік өзі механикада. Жалпы пробег 338 мың километр екен. Арқасында көрсете кетейін, үстінде бар. Көліктің бағасы 1,4 миллион теңге деп сұрап тұр екен. Саудасы бар. Номерді айтып жіберсеңіз? 702 607 85 73. Атыңыз? Аспан алаға хабарласып, осы көлікті көрсеңіздер болады. Golf тройка 96 жылғы, қозғалтқышының көлемі 1,6. Біраз опты, сырты полностью покраска жасалған екен, үстінде люк бар. Көлік, қателеспесем, механикада. На механике. Жалпы көлікке 1,4 миллион теңге сұрап тұр екен. Номер скажете? 707 710 07 90. Атыңыз? Серікке хабарласып, осы көлік қызықтырса, саудаласып, келіп көрсеңіздер болады. Volkswagen Passat 1991 жылғы екен. Қозғалтқышының көлемі 2,0. Қожайынның айтуы бойынша бұл көлік қозғалтқышы бойынша ешқандай сұрақтар жоқ, яғни жақсы жағдайда. Жалпы көлік 1,2 миллион деп тұр екен, бірақ миллионға окончательно берем деп тұр. Жалпы көлік қызықтырса, осы номер бойынша хабарлассаңыздар болады. 701 362 87 84. Subaru Impreza XV 2010 жылғы, қозғалтқышының көлемі 2,0 екен, 100 мыңдай километр жүрген екен көлік. Жалпы арқасы мынадай. Жалпы көлікті автоматта, үстінде рейлингтары бар. Жалпы ішінде несі бар, терезелер көтеріліп жабылады. Жалпы көліктің іші мынадай. Автоматта. Көлікке 6 миллион теңге сұрап тұр екен, саудасы бар. Жалпы номері 701 406 406 78 31. 78 31 31. Осы номерге хабарласып көрсеңіздер болады. Audi A6 универсал кузовында, универсал шанағында титандай дисктер. Яғни вложение бойынша, мына кузов бойынша кішкене вложениялар бар. Жалпы көлік қозғалтқышының көлемі 2,6. Механикада алдыңғы жетекті, үстінде рейлингтары бар. Жалпы іші полностью перешивка жасалған екен, қайтадан тіктірілген. Іші салоны жалпы қозғалтқышы өте жақсы жағдайда, май жемейді деп жатыр. 484 мың километр жүрген екен. 4 терезесі электрон түрде ашылып жабылады. Жалпы бұл көлікке 1,6 миллион теңге сұрап тұр екен, саудасы бар. Егер қызықтырса 702 588 5523 нөміріне хабарласып көбірек информацияны сұрасаңыздар болады. Так, 2011 жылғы Nexia 2 қазақша учетта, яғни дисклер, титанды дисклерінде баллондары жаңа, жақсы жағдайда. Сонымен қатар қожайыны қосымша қысқы дөңгелектарында қосып беремін деп жатыр. 2011 жылғы көлік, бағасы 1,6 миллион, саудасы бар. Жалпы көліктің ішін қарай кетейік. Жалпы, яғни бұл жердегі негізгі вложение тек қана сыртынан, яғни космический
вложение керек. Телефон номеріңізді айтып жіберсеңіз. 702 702 377 377 0879. 0879. Атыңыз? Төрехан. Төрехан хабарласып, осы саудаласып, осы көлікті алып кетсеңіздер болады Астана қаласында. Кашкай қара түсті екен, кішкене вложениялар керек. Жалпы көлік 2012 жылғы, қозғалысының көлемі 2.0. Жалпы баллондарының жағдайы жақсы екен, титанды дисктерде орналасқан. Жалпы көліктің ішіне назар аудара кетейік. Жалпы іші матадан жасалған. Жүрілгені 214 мың километр, бағасы 5,3 миллион екен. Бірақ қожайынның айту бойынша бұл көлік саудасы бар. Яғни егер сатып алатын болсаңыздар, телефон номеріне хабарласып білсеңіздер болады. Телефон номер айтып жіберсеңіз? 702 452 5014. 702 452 5014. Осы номерге хабарласып көрсеңіздер болады. Nissan Qashqai 2012 жылғы. BMW E46 шанағында, жалпы титандай тесіктер. Карбоновый нелер қойылған екен. Жалпы көліктің моторы ауыстырылған, полностью суап жасалған екен. Яғни X5-дің моторы қойылған, көліктің өзінің жүрілген километрі 220 мың, ал қойылған мотордікі 88 мың километр жүрген екен. BMW X5-дікі ешқандай ошибка жоқ. Көліктің іші матадан жасалған. Жалпы Рикара орындықтары орнатылған. Мындай орындар. Жалпы бағасы 3,5 миллион теңге тұр екен, саудасы бар. Жол санағы телефон номерді 702 452 5014 номеріне хабарласып, осы көлік туралы көбірек информацияны берсеңіздер, алсаңыздар болады. Жаңағы X5-дің суап жасалған моторын көрейік. Қозғалысының көлемі 3.0. BMW X5 қойылған. Тағы да бір көлік, қоңыр түсті Lada Granta, әдемі титанды дисктер орналасқан, яғни көркін ашып тұр. Жалпы жүрегін ашып көпті қозғалғышын. 8 клапанды, қозғалғышын көлемі 1.6, 100 мың километр жүрілген, көлік іші матадан жасалған. Жалпы көлікке вложение тек қана мынау кондиционердің компрессорын подшипниктерін ауыстыру керек екен. Былай қалған жерлердің барлығы идеалды жағдайда деп айтылған. Бағасы 2,5 миллион теңге. Яғни осы жерде номер көрсетіліп кетеді, сол номерге хабарласып, осы номер туралы көбірек толығырақ ақпаратты алсаңыздар және де келісіп көрсеңіздер болады. Mazda шестерка. Какой? 1996 жылғы, қозғалышының көлемі 1.8 екен. Жалпы полный покраска 2018 жылы болған екен. Жалпы жақсы покраска жасалған деп ойлаймын. Жалпы көлік механикада жалпы ішкі жағдайда жаман деп айта алмаймын. Жалпы бұл көлікке 1.8 миллион сұрап тұр екен, саудасы бар. Егер қызықтырса, осы көлікке хабарласып көрсеңіздер болады. Номер 705 423 63 осы номерге хабарласып, саудаласып алып көрсеңіздер болады. Көлік бізде титанды дисктерде орналасқан. Шкода Суперб 2004 жылғы, 2.8 газ бензин, автомат, бағасы 2 миллион 700 мың. Номері 707 358 07 0204. Шкода Суперб. Алтын түстес екен.
Круз хэтчбек шанағында катушка зажиганиясын ауыстыру керек екен, ең бірінші вложениясы. Басқа вложение ешқандай керек емес, кішкене мынандай майысқан жерлер бар екен, сұр түсті. 2013 жылғы 1.8 бензинмен жүреді, автомат 123 мың километр жүрген, бағасы 4 миллион 200 мың теңге. Жалпы телефон номері 705 585 08 39. Жалпы артында көрсете кетейін. Это же не окончательная цена. Саудасы бар. Хабарласып көрсеңіздер болады. Извините. Извините. Да. Так. Опа. Вот. Ішінде дисплей бар. Жалпы жақсы жағдайда. Volkswagen Venta қызыл түсті екен. 94 жылғы қозғалышының көлемі 1.8 седан шанағында. Жалпы көліктің механикада көлік, кішкене вложениялар керек. Салоны бойынша. Жалпы көлікке 1 250 мың теңге сұрап тұр екен. Саудасы бар. Қазір номерін көрсете кетем. Так, номері бізде номерлері хабарласыңыздар болады. 700-555-49-77 және екінші номер. Жалпы осы номерге хабарласып, саудаласып көрсеңіздер болады. Көлік жүріп тұр, ешқандай вложение керек емес, ешқандай шығын керек емес. Volkswagen Polo 2011 жылғы ақ түсті. Жалпы 180 мың километрде жүрген екен, титанды дисктерде орналасқан. Жалпы көлік ақ түсті екен. Алматы Polo Club деген жазуы бар. Жалпы көлікке 3 миллион теңге сұрап тұр екен. Бірақ ол окончательно баға емес, саудасы болады. Шторкалар орнатылған. Алдыңғы екі терезесі ашылып жабылады. Электрон түрде механикада, жалпы ішкі жағдайын көрсеңіздер болады. 150 мың километр жүрген екен. Жалпы номер айтсаңыз. Вот номер. 777 038 64 28 номеріне хабарласып, саудаласып көрсеңіздер болады. А какие вложения требуют? Яғни косметические вложения керек екен көлікке. А6 2095 жылғы екен, қозғалышының көлемі 2.8. Яғни мұндай, жалпы көліктің жағдайы жаман емес. 450 мыңдай километр жүрген екен. Көлік мынандай 4 терезесі электрон түрде ашылып, электронды жабылады. Жалпы көлікке 2 миллион 100 мың теңге деп тұр екен. Саудасы бар. Жалпы номерді айтып жіберсеңіз. 775 775 672 672 86 96 86 96 атым. Толикке хабарласып, осы көлік туралы көбірек толығырақ ақпаратты аласыздар. Мынандай Hyundai Sonata тұр екен. Осындай бір вложение левой гранатасын ауыстыру керек. Жалпы көлік қозғалтқышының көлемі 2.0 газ, яғни фирменный газ, Кореядан келген өзі. Жалпы көлік автоматта, қателеспесем, бағасы 3 миллион деп тұр, окончательно бағасы екен 3 миллион. Вложениялары бар. 486 мың километр жүрген. Жалпы, егер осы көлік қызықтыратын болса, осы номерге хабарласып көрсеңіздер болады. Номерді айтып жүресіз. 701 470 55 номеріне хабарласып, осы көлік туралы толық ақпаратты аласыздар. Mitsubishi L200 2012 жылғы. Негізі өзінің қозғалтқышы 2.5 дизельді қозғалтқыш болған екен. Қазір 3.4 Prado'ның қозғалтқышы орнатылған. Бензинмен жүреді. Сонымен қатар ГБО орнатылған екен. Полностью техпаспортында барлығы көрсетілген. Мынандай баллондар орнатылған. Жалпы көлікке 7,5 миллион теңге сұрап тұр екен. Мындай өзінің шаруашылықтары бар адамдарға жақсы көлік деп ойлаймын. Жалпы, егер осы көлік қызықтыратын болса,
сіздер келесі нөмірге хабарласып көрсеңіздер болады. 701 581 8056. Осы нөмірге хабарласып көрсеңіздер болады. Қозғалтқыш қойылғалы бері 35 мың километр жүрілген екен. Арқасындадай 5 орындық. Жалпы Kia Rio 2015 жылғы титанды дисктер орнатылған. Қозғалтқыштың көлемі 1.6, автоматта 178 мың километр жүрген екен көлік. Жалпы бағасы бұл көліктің 5 миллион 300 мың теңге сұрап тұр екен. Телефон номер 778 648 3899. Май жемейді. Вложение керек емес. Несін кетесін, ойлармен жасалған екен. 100-ге шамамен 8 литр жейді екен. 200-дік Мерс титанды дисктер, шірген жерлер бар екен, үстінде люгі бар, кішкене құлаққапты люгі. 91 жылғы объемы 2, 5 сатылы механика, бағасы 1 250 000. Номері 778-0507. Жалпы ішінің жағдайы мынандай 493 мың километр жүрген екен. Жалпы ақ түсті Mercedes 124 санағандағы көлік. Ал достар, осымен шығарылым тәмамына жетті. Егер ұнаған болса лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.